Сәлеметсіз бе? Мен 7-ші сынып оқушысы Серкайна Заманқызы. Цифрлық заман жағдайында жергілікті баспасөздің дамуы және өзекті мәселелер тақырыбының аясында сізге сұрақ қоятын боламын. Алдымен өзіңізді таныстырып жіберетін болсаңыз. Сұрағыңа рахмет. Өз-өзімді таныстырып өтсем, мен Бияшева Гүлсезім Ерболатқызы, Батыс Қазақстан облыстық Орал өңір газетінің бас редакторының орынбасары, журналист болып қызмет атқарып келемін. 15 жылдық осы салада тәжірибем бар, журналистика саласында. Ең алғаш газетке сендер секілді оқушы болып жүрген кезімде бастаған едім. Одан кейін студент болғанда оқып жүргенде мақалалар жазып, кейін институт бітірген соң өздерің секілді облыстық газетке қызметке орналастым. Сұрақтарыңды бастай берсек. Қазір газетті аз оқиды дейді. Сіздің ойыңызша оны шешу үшін не істеу керек? Егер оқылымды газет болса, тұрғындардың өзі іздеп жүріп оқитын, әлеуметтік желісіне жазылып қойып оқитын газетті оқырмандар іздейді сондай кезде. Ал оқылымдылығын арттыру үшін ең бастысы біріншіден ол халықпен тығыз байланыс орнату керек. Бірінші, халықпен тығыз байланыс орнату керек. Халықтың мұқтажын, не болмаса өткізген іс-шараларды насихаттау керек, ағартушылық бағыттағы. Халықпен тығыз байланыс орнату керек. Екіншіден, әлеуметтік желіде белсенді болу керек газет парақшасы. Сосын оқылымдылығын арттыру үшін ақпаратты дереу шынайы жеткізу керек. Мысалы, оқиға болды ма, бір 10 күннен кейін емес, 15 күннен кейін емес, дәл бүгін болса, алдағы нөмір, мысалы, ертең шығама, бір күн шығама, сол нөмірге жан-жақты сараптамалық материал беру керек. Сондай-ақ, мысалы, оқырмандар неге қызығады? Әртүрлі ойындар ұйымдастыру керек газет арқылы. Мысалы, облыстық Орал өңір газетінде әдебиет әлемі деген бет бар. Мысалы, шығарманың үзіндісін береді. Бұл қай шығарма? Бұл шығарманы тапқан қызметкерге, оқушыға, студентке Орал өңір газетінің арнайы сыйлығы бар. Бұл сыйлықта, мысалы, кітап болуы мүмкін, оқушыларға доп болуы мүмкін, осы секілді осындай оқушылығын оқу мәдениетін арттыратын жобаларды жүзеге асыру керек. Сондай-ақ сканвордтар өте, ең бірінші тауып шешуін тапқан адамға сыйлық бар деген секілді сондай ойындар ұйымдастыру керек. Әртүрлі әдіс-тәсілдері бар, соның бастылары осылар деп ойлаймын. Қазіргі цифрлық заманда Орал өңірінің басты мақсаты қандай болып келеді? Батыс Қазақстан облысы Орал өңір газеті ең басты мақсаты тұрғындарға шынайы, сенімді ақпарат тарату. Ең басты мақсаты. Қазір өткен әлеуметтік желіде білесіз, әртүрлі жалғаны бар, шыны бар, ажырату қиын. Сол себепті ең басты ресми ақпарат көзі Батыс Қазақстандағы Орал өңір газеті. Орал өңір газеті арқылы жаңағы облыстағы қоғамдық саяси жағдай, елдегі ахуал, сондай-ақ күнделікті болып жатқан іс-шаралар, еңбек адамдары, әртүрлі халықтың мұң-мұқтажы газет бетінде жарияланады. Екінші мақсатым деп, мысалы, халық пен билік арасындағы дәнекер деп алуға болады. Халық мысалы тұрғындар билік өкілдеріне базынасы болуы мүмкін, реніші болуы мүмкін, не болмаса мәселесі болуы мүмкін. Сол мәселені билікке жеткізу, биліктің реформалар жүргізіп жатыр, бағдарламалар жүргізіп жатыр, соны халыққа жеткізу. Екі арадағы дәнекер болып келеді. Сондай-ақ ағартушылық та, жаңағы халықты ағартушылық, сондай-ақ халықты саяси жағдайдан хабардар ету, сондай әртүрлі мақсат міндеттері бар газеттің осы секілді. Жаңа ең басты айтқандай, Орал өңірінің қазіргі кезде ең басты мақсаты ол сенімді, шынайы ақпарат тарату. Газет таралымы осы цифрлық дәуірде өзгерді ме? Жаңа айтып кеткендей, газет таралымы әлеуметтік желінің дамуына, әлеуметтік желінің әсіресе қарқынды дамуына байланысты таралымы өзгереді. Ол әлемде бар тәжірибе. Бірақ жаңа айтып кеткендей, тұрақты оқырмандар бәрібір сақталады. Болашақта
Орал өңірі газеті қалай дамиды деп ойлайсыз? Орал өңірі газеті мен жалпы тәжірибелерге сүйеніп, шетелдік тәжірибелерге сүйеніп айтсақ, болашақта ең бастысы әлеуметтік желі арқылы әртүрлі форматта насихатталу керек. Орал өңір газеті насихатталады да болашақта. Сондай-ақ қазіргі қолданып отырған жасанды мүмкін болашақта жасанды интеллекттің де түрлі нұсқалары, жасанды газеттің өзгертуі бойынша түрлі нұсқалары бар, басылым беттерін өзгерту бойынша. Сондайларды қолданып, әлеуметтік желі, мысалы, ішкі жағына келсек, болашақта, мысалы, мақала жазатын журналистер болашақта газеттің өзі құрып, өзі жаңағы ақпаратын жазып, таратады деп ойлаймын. Мысалы, газет шыққанда тек қана бір кісі журналистер жұмыс қызмет етпейді. Онда газет шығу үшін, мысалы, Орал өңір газет шығу үшін ең бірінші журналистер материал жазады, оны тексереміз, бас редакторлар, онда корректорлар бар, қате тексеретін қызметкерлер бар, бетті құратын жаңағы дизайнерлер бар. Барлығы бірігіп бір газетті оқырманға таратамыз. Болашақта жасанды интеллекттің әртүрлі әдіс-тәсілдерін қолдану арқылы, мүмкін жаңағы подкасттар шығару арқылы газеттің оқылымдылығын арттыру мақсатында сондай іс-шаралар жүруі мүмкін. Жақсы, рахмет.